Ассалаумағалейкум, армысыздар, амансыздар ма қазақ елі. Сыр елі, Қорқыт ата ордасы. Бүгін Итоған апана ордаға келіп жатсыз. Осы бізде көптен бері осы бейне таспа түсіргіміз келіп осы жаңағы осы қазақтың арасында осы ұршық жайлы, жүні иіру жайлы көп ұмыт болып бара жатқан жайттамыз. Соны өзіңіздің ертеректе аналарыңыздан көргеніңізді, білгеніңізді осы жалпы қазақ еліне түсіндіріп кетсеңіз. Рахмет. Қош келдік, қош көрдік. Аман есенсіздер ме, армысыздар қазақ елі. Күллі қазақ елі. Бүгін мынау Қорқыт қасиетті сыр бойындағы Қорқыт ата ордасында бас қосып отырмыз. Осы қазақтың тұрмысында көп қолданылатын бұйым ғой бұл, ұршық деген. Ежелден келе жатқан. Әрбір шаңырақта өзінің осындай қасиетті ата-бабамыздан келе жатқан құнды заттарымыз бар. Солардың бірі ұршық. Ол әр үйдің шаңырақта қабырғасында ілулі тұру керек. Мылтық, қанжар, қылыш, ұршық, қамшы дегендердің барлығы біздің ордамызда, үйімізде, әрқайсымыздың ордамызда, шаңырағымызда болу керек. Бірақ енді ол көптерден бері қарай ұмыт болып, сол жоғалудың алдында тұрған заттар болып тұр ғой. Енді бұл енді жаңа жинақтап жатырмыз, есімізді халқымыз енді жинап жатыр. Артында қалған ұрпақтарымызға соны түсіндіріп айту. Енді қазіргі көп адамдардың несінде адамдардың көп біле бермейді. Қазақта сөз бар ғой, ана көрген тон пішер, ата көрген оқ жонар деген. Біздің ата-бабамыз енді көбіне жаңағы үйде қазақ үй ғой, енді көп пайдаланғандары. Сол кезде келгеннің басында мен өзімнің көруімде, білуімде келгеннің басында сол жаңа өзім айтқан көп құралдар, саймандар ілу тұратын тұғын. Сосын қарашүйдің көбіне оң жағында өреші болатын тұғын. Сол өрешенің ішінде күнделікті тұрмыста қолданылатын, асқа, ауқатқа қолданатын көбі, диірмен, саба, мес, май салатын қарындар, бүйендер болатын. Оның бәрін көріп өстім мен енді өзім. Бала болдым, жас болдым, бірақ мен соның бәрін көзіммен көргеннен кейін менің жадымда сақтап қалған. Енді мен оның бәрін бірдей пайдаландым деп енді айта алмаймын, бірақ мес дегенді осы кешеге дейін пайдаландық, әжелеріміз бар кезге дейін. Аналарымыздан өмірден өткенше көбі енді күнделікті пайдаланамыз. Диірменде де пайдаландық, көбіне де пайдаландық, келінде пайдаландық. Оның бәрі енді қолымыздан мен өзім өтті десем, өтірік айтпаймын. Енді бұл ұршық дейді, ұршық. Бұл ұршық деген адамның отбасына береке, бірлік әкелетін. Шашылған нәрсені жинақтайтын. Соның барлығын ол осы қасиеті күшті ұршық. Біздің аналарымыз ұршық иіру арқылы осы ата-бабаларымызға, әкелерімізге, балаларға, мысалы мен өзімде кидім. Осы жүн арқылы, ұршық арқылы иірілген жүннен тоқылған киімді біз кидік енді. Әлі киемін, өзім кием. Аяғыма жүн нәски тоқып киемін, беліме белдемше, осыдан енді ертеректерде кеудешелер тоқып, жемпір тоқып, мойны бар, мойнына дейін жаңағы орысша свитер дейді ғой, мойны бар киімдерді тоқып кидік. Мен оның бәрін өзімнің қолымнан өткіздім. Енді бұл ұршық дегенді әр үйде болу керек. Шаңырағында енесінен қалған, шешесінен қалған ұршықтар болады ғой. Енді соны ұстайтын адам қалмады ғой. Сөйтіп жүргенде оның ұршық басы бір жерде қалды, сабы бір жерде қалды, шүйкесі бір жерде қалды, сонымен жоғалып кетті. Менің өзімде ұршығым бар. Менің өзімнің әжелерімнен қалған ұршық мынау. Бұның ұршық басы бар еді. Ұршық басын осы өзім иіріп қойып кетіп жүрген кезде қолды болды, жоғалтып алдым. Енді мына бір ұршығым, мынау менің өзім енемнің. Маған аманат қылып тапсырып кеткен дүниеден өтерде. Осы іс келсе сенің қолыңнан келеді ау, басқаларына қарағанда саған аманаттап берейін деп, маған осы ұршық бас беріп кеткен.
Бұл ұршық бас сүйектен жасалған. Тастан ба, сүйектен ба, түйегімше тасау, тас сияқты меніңше. Енді мен осыны қолданып жүрмін. Менің өзім анамның ұршық басы ағаштан жасалған тұғын. Әдемілеп, өрнектеп. Сосын оның мынау енді бас бұл кәдімгі жаңа малдың ұршығы болады, ұршық. Сол ұршықтағы ұршық басын алып, содан мен өзім істеттірген мынаны. Бірақ бір кішілеу мал болды да, соның несі мына ұршық басы жамар кішілеу болды. Ал енді бұл жалпы ұршық туралы енді оның бұлай несін айтатын болсақ енді ұршық мынау сабы. Ұршықтың сабы. Бұл әркімнің өзінің несіне қарай жасалады. Ұзын болады, қысқа болады, бірақ өте ұзын болмайды. Өзіңнің шамаңа қарай шамалы ұзындау болған дұрыс. Сосын мынау ұршықтың басы. Мынау ұршықтың бұрмашасы. Енді бізде бұрмашаны осындай қылып жасайды, мынадай ағаштан өзінің былай ізі бар, соныменен мынадан ұршық бұрмашасын жасайды неке. Бұл мына жіпті иіретін кезде мына бүйтіп мынаған іліп былай иіретін ұршық бастың, нені ұршықты ұстайды. Ал мына жерде ұршықтың көз толмасы. Мынау сабы. Енді осы ұршықты иірген кезде жүнді әуелі түтеміз. Ол жүнді шүйкелейміз. Оны түтудің да жолдары бар. Оны да кейін көрсетерім енді. Сол енді ол жүнді иіру үшін де әдемілеп оны жүнді түтіп алу керек. Оны шүйкелеу керек. Қазіргі кезде саусағына орап алып шүйкелеп иіріп жүр ғой, енді әркім өзінің қабілетіне қарай, несіне қарай істейтін шығар. Бірақ біздің аналарымыз бізге ондайдан қылған жоқ. Мынау енді менің өзімнің шүйкем, бұл кәдімгі шүберектен істелген. Біздің аналарымыз жіптен, ала жіптен кесіп, 3-4 шүйкені дайындап қоятын тұғын. Сол шүйкеге жіпті дайындап қояды, жүнді иіріп, түтіп, орап қояды, соның шетінен алып осынып иіретінбіз. Бізге кішкентайымыздан бізді жағадан елден селбен етіп жүргізуген жоқ. Бізді аналарымыз енді қатаң тәртіпті ұстат десеуге болады. Құр жүрме, құр отырма, қолың қимылдап отырсын, істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы, ертең өзіңді өзің бүтіндейсің. Мен өмірден озам, сендері кім бүтіндейді деп әжелеріміз айтып отыратындығын. Енді сол енді менің есімде қалып қойған, мен өзім осы кешеге дейін әлі күнге шейін мен өзім ұршықты иіріп, өзім нәскиімді, қолғабымды тоқып кие берем. Енді мына өзім біраз болды, осы жібімді үйіріп жүрген бір түс көрдім. Енді сол түс көргенімде маған 5 саусақты қолғап түсті. 5 саусақты қолғаптың 2 парын бүйтіп маған көрсетіп, көзімнің алдына келіп бүйтіп тұрды. Сосын өзім ояндым да ойладым, маған ұршық иіріп, мына қолғапты баяғы істеген ісіңді кәсібіңді жалғастыр, осыны жаңарт деп жатыр екен ғой деп, соған өзім ниет қылып, осы ұршықты алып, жүнді жуып тазалап, жылы кезде, соны енді ұршықты иіріп жатырмын. Иіріп, сол енді бұйырған қолғап тоқитын шығармын енді әуелі деп өзім ойлап отырмын. 5 саусақты қолғапты. Енді бұл жүннің де иіру тәсілі бар. Жүн жақсы түтілсе, жүн жіп жақсы шығады. Ұршықты қатты айналдырмай, жай айналдыру керек. Сосын үзіледі, үзілген кезде алыстан жалғау деген бар, жақыннан жалғау деген бар. Ол жақыннан жалғасаң, жібің иірілген кезде үзіліп кетеді. Сосын оны жалғау қиын болады, оны түйіндеуің керек. Ол түйіндегеннен кейін оны сәнді шықпайды. Ал енді мынаны алыстан жалғасаң, ол үзілмейді. Осы жүнді үйіріп аламыз. Мен өзім алашада тоқыдым, енді мен кілем тоқтыдым деп өтірік айтпай қояйын, мен ол кілемді тоқып көрмеппін. Мен бірақ өзім алаша тоқыдым. Ол кезде алашаны жерге жаяды, ана несін тұсына ұстайды. Ол кезде енді қазіргідей бейбастақ кілем жоқ қой. Сол кезде біраз осындай жұмыстар жасадық енді. Ол алашаларда қазір тозды. Онан кейін қосылған жоқ, онан кейін бәрі ұмыт болып кетті. Ол алашаның да құрылыстарын нелерін енді мен өзім бойыма түсірмесем, мен шамалы ұмытыңқырап қалып жүрмін. Көп болды, оны ұсталмағаныма қазір 40 жыл болып кетті, 40 жылдан дары болып кетті. Сосын сол алашаны мысалы тоқыған кезде сол алашаны тоқу үшінде осы ұршық қой пайдаланатын бірінші. Ұршық иіріледі, ұршық иірілгенде жүн ұйысады, иіріледі, ширатылады. Оны енді ол сол арқылы ұршықты иіру арқылы сенің отыңның басының берекеті кіреді ғой. Берекет кіреді, ұйысасың, бауырың бар, туған туысың бар, әулетің бар. Соның барлығы осы бұл қазақтан, оның барлығы сол
ұйысу үшін, отбасыңның берекесі болу үшін, бірлігі болу үшін осы ұршықтың қасиеті осыған мол. Бұл енді ұршықтың көп қасиеттері бар, енді оның барлығын қазір мен оны сыйғызып айта алмаймын, енді кейін тағы Алла бұйыртып жатса тағы да айтармын. Иә. Енді бұл жүнді иіріп, жіпті иіріп, оны мен енді өзім екі ұршыққа иіремін, ұршығым екі болғасын. Сосын екеуін өзіме қажетіме жарайтындайын иіріп аламын да, екі ұршыққа не қылып, екеуін екі ұршықты бір неге жіпке не қылып жаңағы домалақтаймын. Сосын домалақтап барып, оны сосын ұршық мені ширатам, жіпті. Ол енді ширату деген, мысалы сен ширатасың, қатты ширатсаң, ол кәдімгі арқан сияқты қатты болады. Оны сен оны мынадай күнделікті қолғапқа, мына нәскиге оны ол қатты болады. Ал енді ол ұршық үйірудің де қолғапқа күнделікті пайдаланатын нәскиіңе үйретін жүннің де оның да үйірудің тәсілі бар. Ол әдемі жұмсақтау, тегіс болу керек, жіңішкелеу болу керек. Ал енді алашаға неге пайдаланатындарды оны жуан қылып үйіресін, қатты қылып үйіресін. Иә. Сосын оны тағы ширатпасаң, екі жіпті қосып, мынай қылып ширатпасаң, мына ұршыққа салып, мынадай талдырмасаң, мұны талдыру дейді. Мына нәскименен қолғапқа, мынадай жемпірге қолданатыныңды талдырасың, оны ширатпайсың. Сосын талдырған кезде ол сосын мына ширатылған жіп, мынадай талдырған жіптің ана жолдары бүзу түседі. Әдемі болып көрінеді. Сұлу болып көрінеді. Ал енді оны ананы бүйтіп қабаттап тоқи салсаң, оның жаңағы қазақша не дейді, орысша уғызор дейді ғой. Салған мына өрнектерің немес сүйкімді болып көрінбейді, әдемі болып көрінбейді. Сондықтан мұның түрлі тәсілдері бар илеудің. Жүннің де қарап, оның ішінен өзіңнің қажетіңді ұяң жүндер болады, кейбір қылшықты жүндер болады, оларды енді үйреуге келмейді. Ал ұяң жүн ол нағыз осындай неге неге жақсы. Сосын енді жаңағы киізді мен енді өзім үйімде пайдаланып отқан киізім бар. Киіз болғанда жаңағы не? Қалауыш үлкен. Оны соның жібін үйіру, оны да қолдан үйрет. Енді қазір жаңа тесіма дейді, бір нәрсе дейді, сондайды пайдаланып жүр ғой, енді әркім барын. Соны істеп жатыр. Енді мұны ананы жүнді оң, сол, оң теріс дейді, екі жібі үйресін оған. Оң терісті жаңағы сенің ана ойған, қолдан ойған ойыңның айналасына соны арқылы тігіледі жіппен. Енді ол әдеп кездерде шуда жіппен тігіп жүрдік. Тебенейдемен. Бірақ ол енді анадай керемет әдемі көрінбейді енді шуда жіп болғаннан кейін оның содан кейінгі кезде жаңағы жуан жіптер шықты кәдімгі көрбөгөк дейтін. Сонымен тіктік. Енді онда суретке түсіріп, жаңағы немен телефонға түсіріп әкеліп көрсетермін, жаңағы қолдан тіккен киізімді. Киізіме қалауыш қой енді. Оны шешелеріміз әр қабырғаға лайықтап, өзінің соның размерін қылып, жүнді басып, киізді басып, ақ киізден қызыл көктен салып, ішіне ойуын ойып, қолдан онда тіктім. Менің кейін сіңілім бар, ол да тікті, екеуміз де жасадық, алашада тоқыдық. Енді бірақ енді қазір алашаға жіберіп не алып отырғанымыз жоқ, бірақ енді күнделікті қолданатын мынаны жаңағы нәскиіміз бар, қолғабымыз бар. Соған пайдаланып жүрміз. Сол ұршықтың ең қажет нәрселі несі сол. Бұл ұршық жүрген жерде берекет жүреді. Жаңа да айттым ғой, сол берекет деген оттың басында берекетің болса, өз не нәрсенің де мәні болады ғой, сәні болады. Берекет жоқ жерде мейлің сен қандай нәрсе болсаң да ол болмайды. Берекетпен ауызбіршілік керек, бірлік керек. Сондықтан сол ата-бабамыз осының барлығын өзі ойлап шығарған ғой. Саусақ қимылдайды. Саусақ қимылдайды. Алақаның тазарады деп жатыр енді қазір аға айтады ғой. Алақаның тазарады деп. Алақан немен тазарады енді? Осындаймен тазармаса әйелдің. Ер адамдардікі ұсталықтан, темірден әйтеуір оның қолынан келген істейді. Ал мысалы бұл осыменен қолымыз ағарады ғой. Жүн сабадық, киіз бастық. Жүнді шабаймыз, оны тулаққа салып сабаймыз, оны жаңағы талдырамыз, оны қолымызбенен оямыз қайшеменен. Қазіргідей препарат жоқ. Енді қазір бәрі жеңілдік біткен ғой енді. Оның бәрін өзіміз қолдан істедік. Енді ұршық туралы менің әрі айтатыным көп. Бұл ұршықтың да мына адамға емдік қасиеті бар мұның. Мысалы баяғыда тілі шықпайтын балаға мына ұршық басты алады да, сонан 7 күн үрлетеді. Сол кезде
содан баланың жаңағы сөйлей алмайтын балдар бар ғой, кекеш болып сөйлей алмайды, кейбіреу тіл шықпай жатады, тілі кеш шығатындар бар, сол әйтеуір сол сөйлей алмайтын балдарды осы арқылы емдейтін не әжем болды. Сол кісіден көргенім ғой енді мен өзім. Ана үрлетеді, иә? Иә, үрлетеді, 7 күн үрлетеді. Көрдік қой, сонда бұның қасиеті болып тұр ғой енді, қасиеті болмаса қаяқтан. Енді сонан қалған енді біз қазір ізбіз ғой, жұрнақпыз ғой енді айтқанда. Соны кейінгілерге үйрету, көрсету, түсіндіру біздің міндетіміз ғой енді. Бірақ енді осы кезге дейін оны айтқан да жоқпыз, үндеген жоқпыз, өзіміз білгенімізді ішің білсін алуай деп жаңа баяғы бір әжем айтатын еді. Сондай-ақ ішіміз біліп өзіміз тіршілігімізді істеп жүре бердік. Енді қазір келінге де қызға да үйретсең, ертең олар болашағы жақсы болады ғой. Иә. Жаңа үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы деп шешеміз істететін. Аяғымызға нәскиде де тоқып қойдық, қолғапты да тоқып қойдық. Сосын жаңағы шот аяқ дейді. Қазір жаңа крючок деп жүр ғой. Шілтер тоқиды, жаға тоқып сөйтіп жатыр ғой осы. Ол кезде оны да істедік, бірақ енді ұмытыңқырап қалыппын бәрін. Сол кезде жаңағы түйенің жүнінен, қойдың жүнінен қалың қылып иіріп, шот аяқпенен жаңағы қораға баратын кәдімгі қолғап ше, қалың. Соны тоқып беретін шешеміз. Енді соны өзім ойлаймын, соны бір өзім ойлап, соны жаңа шот аяқты білетін адамдар болса жасатып, я өзім көрем ба, білмей отырмын мен. Соны сол шот аяқпен тоқитын қолғапты бір қолға алып көрсем деймін. Иә, Құдай қаласа. Енді Алладан қуат сұраймын, медет сұраймын, денсаулық сұраймын. Деніміз сау болып әйтеуір өстіп жүрсек, енді бұл ата жолы деген бізге бір елімізге келген, халқымызға, бүкіл ұлтқа келген, әлемге келген бұл бір бақыт қой. Сол бақытты тиімді пайдаланып, сол бақытқа қолымызды жеткізу мақсатымыз, арманымыз. Соған жетіп, кейінгі өзімнен кейінгі мына қыздар бар ғой енді жүрген, осы жерге келіп жүрген жетелеуінше қыздар бар, келіндер. Соларға көрсетсем, үйретсем, мен бұлай осылай тұра берем ба? Ертең менің де әлім кетер. Қандай жағдай болады білмеймін ғой енді мен. Сондықтан осыларға көрсетіп, әйтеуір білгенімді артымда қалдырып кетсем, осындай Үйтолған ападан үйреніп едім деген сөздің өзі жақсы ғой, мен әжемден үйрендім деп отырмын ғой. Сол сияқты ғой енді. Шешем үйретті маған. Шешем жалғызілікті болды. Сосын маған үлкен мен болдым. Менің алдымдағының бәрі өмірден өтіп кеткен ғой, енді соның ішінде бары мен болдым да, сол маған қолыма жаңағы 5 темірді беріп, нәскиде де тоқытты, қолғапты да тоқытты, ұршықты да иіртті, өзі иіріп, соны маған жаңағы ширатуын істеттіретін, көрсеттіретін істеп осыны деп. Соның бәрінен сол мектепте мен өттім ғой енді. Бірақ кейінгі кезде ұмытып болып кетіп, менде ұстамай кеткен кездерім болды. Марқұм енем айтатын еді. Жаңа нәскиді тоқимын да, жаңа мен нәскиді байпақ құсатып, жаңа бүйтіп қоя салам андай жерге. Соны көріп айтады, ойпырмай, сенің нәскиіңе дейін құламайды-ау деп маған. Білмеймін ғой енді, ол бір Құдайдың берген маған қасиет шығар. Соны енді өзімнің ойым, арманым осындай қалып, әйтеуір мына өзімнен кейінгілерге айтсам, көрсетсем, үйретсем деген өзім бір алдыма мақсат қойғанмын. Енді сол мақсаттың сәті бүгін келді. Соны мен өзім ұршығымды, жүнімді арқалап келіп, соны айтып отырған жайым бар. Әлі де айтарымыз бар, айтарымыз таусылмасын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Ұршық үйретін жандар көбейсін. Аумин, барша қазағымыз байқуатты болып, қол өнерімен қазақтың ұмыт болып баратқан қол өнерін дамыта беруге атсалысайық. Аруақтарымызды көтеріп